Бәріңе сәлем. Бармын. Бүгінгі тақырып осы жаздағы үздік 5 трансфер. Кеттік. Бесінші орында Мемфис Депай. Барселонаға командаға еркін агент статусында ауысып келді. Лионнан 2 қабат уақытта тартып кетті. Бұл жайында 19 маусым күні жарияланды. Барса ойыншысы ата-ана салып, ертесіне Еурода Македония қақпасына гол соғады. Депай мен Куман Нидерланд құрамасында бірге жұмыс істеген. Жақсы түсінеді. Дегенмен Депайдың тағы бір қалауы Мессимен бірге доп тебу еді. Бірақ бұйырмапты. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Дәл қазір уақытта Мемфис Ла Лигада 3 матч өткізіп үлгерді. 2 гол соқты, 1 ассисті бар. Бастама жаман емес. Трансфер әзірге сәтті. 4-ші орында Ромелу Лукаку. Челсиге қайта оралған адасқан ол. Ол жақтан Златаннан қашып келді ме екен? Камераға түсірілген үлкен қорқынышты құбыжықтар. Лукаку деген жаман адал ойыншы ғой. Оның ерні уже жеңіл жүрісті болып кеткен. Ромелу үшін Челси 115 миллион евро жұмсады және А сериясындағы ең қымбат ауысымға баланды. 2026 жылға дейін Челси жейдесінде ақсүйектер сапындағы нөмірі 9-дақ. Осыған дейінгі 9-шы нөмір қарғысын жоялар ма екен Челсидегі? Лукакуда дебюттік матчында гол соқты. Арсеналға бастама тоже жаман емес. Демек, пока трансфер нормаль. 3-ші орында Джек Грилиш. Манчестер Ситиге 117 миллион евроға Астон Вилладан сатып алынды. 2026 жылға дейін ол аспан көк жейдеде. Грилиш АПЛ тарихындағы ең қымбат ойыншы атанды. Ол қалса тарихтағы ең қымбат 10 трансфердің тізіміне ен. Сити үшін дебюттік голын да соқты. Норвичке тойлады, бірақ мұны Депай көрмесін. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Екінші сатыда Криштиану Роналду Манчестер Юнайтедке қайта оралды. Келісім шарт 2+1 жүйесіне жасалды. 35 жаста Зидан мен Зубастик Роналду мансабын аяқтады. Роналдиньо тіпті клубта болмады. Хави Катарда, ал Анри МЛСте болды. Роналду 36 жаста МЮмен почти 3 жылдық контракт жасайды. Я король неожиданностей. Ситиге барады деп ойлады. Ойлаттырды. Бірақ сэр Алекс Фергюсонның бір звоногы барлығын шешіп тастады. Көзіміз үйренген 7-ші нөмірді биыл Ронның арқасынан көре алмаймыз ау. 7-ні алу үшін Кавани клубтан кету керек. Ал Эдинсон МЮде қалатындығын жеткізді. Қай нөмірді алады? Жаз. Мына біздің бала шағаның сұрамайтын жоқ. А чё вдруг Криш группада Зенитке қарсы ойнаудан қашты Юведен? Ал Ситиге барайын десе группада Месси мен ПСЖ. Ал жаздағы үздік трансфер дәл осы Месси мен ПСЖ. Окей. Еркін агент статусында ауысты. Парижде ол жылына 35 миллион евро табыс табады енді. ПСЖ күшейді. Пенальти тебетіндер жиналып қалды. Кім пенальтист болады екен? 2018-дегі эксперимент қайталанды. PSG артынан ерген Месси фандар. Месси кеше ғана дебюттік ойын өткізді ПСЖ үшін. Әзірге нәтижелі әрекет жоқ. Бірақ алда күтетін боламыз. Біздің топ 5 нұсқа осы. Алып қосар болса пікірге жаз. Сау! Laat de auto nou uit, nigga, ben je de wist, nee, ben je zo right, nigga, oh, oh.